Саламатсыздар ма? Бүгін біз қарбыз тілімі жаңа сөздер ойынын жасайтын боламыз. Мінекей, мынау бізде дайын тұрған презентация менің. Осындай шаблон ретінде қарбыздың тілімін ғана емес, басқа да фрукты, овощтардың тілімдерін алуға болады. Мінекей, бірінші слайдыма маған қарбыздың тілімімен осы дәнектері керек, ішіндегі соларды қойып аламын. Сізде егер қарбыздың тілімі болмаса, басқа овощ, фрукт алатын болсаңыз, вставка кіру арқылы рисунок деп, сол рисункты компьютерден жүктеп қоясыз. Енді келесі вставка кіріп, қарбыздағы тілімдерді пайда қылдыру үшін біз мынандай бұлтты аламыз. Яғни бұлт кішкене адамның тістегеніне ұқсайды, сол себепті бұлтты алдық. Осының контурын алып тастаймыз, мінекей ақ түске бояймыз форматқа кіріп. Енді вставкаға кіріп, надписті басамыз. Яғни мұнда өзіміздің сөзімізді енгіземіз. Мінекей сөз деп қойдым. Бұның түсін, дизайн барлығын өзіміздің қалауымызша өзгертеміз. Мінекей ақ түсті лайнмен өстіп қоямыз. Енді бұлтпен сөзге анимация қосамыз. Енді область выделения кіріп, сөз деген сөзімізбен осы бұлттың атын қарап алайық. Мінекей текстбокс 4 және облако 3 екен аттары. Мінекей, енді анимация кіреміз. Мінекей возникновение, триггер, по щелчку, текстбокс басамыз. Текстбокс 4. Яғни жаңа сөз деген басқан кезде возникновение болады. Мінекей, енді тура солай мынау дәнегіне де возникновение деп, триггерге текстбокс 4-ті қоямыз. Енді жаңа қарбыздың тілімі мен дәнегі бірде анимация жүру үшін дәнектің анимациясын мышкамен оң жағын басып, запуск вместе с предыдущим дегенді қоямыз. Мінекей қараңыздар, бастым, сөз дегенді бастым, тілім мен жаңағы дәнек екеуі солай бір уақытта шықты анимациясы. Енді келесі сөзді осылай енгіземін. Мінекей сөз деп жаздым, осылайша барлық сөзді енгізіп, барлығына осылай үстіне бұлтпен жауып, сол бұлтқа және осындай қарбыздың дәнегіне возникновение дегенді қойып шығамыз. Яғни жаңа сөзді басқан кезде тілімі және дәнегі шығатындай болу керек. Ал триггерге жаңағы басатын сөзімізді қойып шығамыз. Мінекей қойып шығып жатырмын. Тілімді копировать ставить етіп қойсақ, мынандай өзінің возникновение деген анимациясы да копировать етіледі. Соған триггерді жаңағы келесі екінші сөзіміздің текстбокс 5-тің анимациясы деп триггердің қоса саламыз. Мінекей вставка деп, надпись деп келесі сөзді енгіземіз. Мінекей келесі сөзді жаздық. Бұның түсін ақ түс қыламыз. Размер барлығын өзіміздің қалауымызша енгізіп, өзіміздің сабағымызға байланысты сөздерді жазып шығамыз. Бұл сөз деген жай ғана үлгі ретінде алынған. Мінекей бұлттың размерлерін барлығын өзгерте берсек болады. Мінекей анимациядағы область анимация деген осы батырманы қосып қойсақ триггердің үстіндегі, осы қай анимация қайда қосылып жатқандығын көре аламыз. Және форматқа кіріп, область выделения деген бар форматтың ішінде. Сол жақтан мінекей оң жақтағы выделение деген терезе шығып тұр. Сол терезе арқылы қай объект қалай аталатын бірге көріп отырсақ болады. Яғни осытып екі көмекші терезен шығарып қойсақ, жұмыс істеуде жеңіл болады бізге. Мінекей келесі сөзді енгізіп жатырмын. Мінекей бұлтты қойдым. Бұлтқа анимация қосамыз, возникновение, триггерге осы сөзді қоямыз. Және де дәнекті қойып, ол дәнекке де анимация ретінде возникновение, триггерге жаңа сөзді қойып, осы дәнектің анимациясы запуск вместе с предыдущим деген настройкасын өзгертіп қоямыз. Мінекей, осылай қойып шығамыз. Бұл шаблон каналға да жіберіледі, бірақ бұл шаблонның ішіндегі мынау сөз деген жазуларды өзгерту қиынға соғады. Сол себепті осылай қарбыз тіліммен дәнектерді қойып, ретімен анимацияларын қосып шыққан оңайға соғады. Яғни мұндағы бұлттарды жылжытып, астындағы сөздерді өзгертіп отырам дегенше анимациясын барлығы өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себепті бұл жұмыстың шаблоны ортақ чаттарға жіберіліп жатқан жоқ. Тек осы ойын құру курсына қосылып жатыр. Мінекей, осылай өзіміздің сөздерімізді енгізіп, осында қарбыз тілімін жасауға болады. Енді мына вставкаға кіріп, надписті қосамыз. Бұл надписті қазір соңында шығатындай қылып қоямыз. Бұнда мысалы тамаша деп жазайын.
Енді бұл тамаша деген сөз вылет анимациясын қосайын, триггерге ең соңында басатын қарбыз тілімін қосайын, запуск вместе с предыдущим деп бұған да қосамыз. Яғни қарбыздың тілімі пайда болады, содан кейін барып дәнектері пайда болады, дәнектерден кейін осы тамаша деген сөз пайда болатын болады. Мінекей, бірінші сөзді басамын, дәнек шықты. Келесі сөз, және ең соңғы басатын сөзді бастым, дәнек шықты, қарбыз тілімі шықты және тамаша деген сөз шықты. Осылай 3 объект анимациясын бір триггерге қойсақ болады. Осылайша өздеріңіз ойындарыңызды жасасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.